Бұл видеода біз Еңбек.kz сайты арқылы онлайн курсты қалай өтуге болатындығын көрсетеміз. Ол үшін сіз еңбек.kz сайтына кіресіз. Жеке кабинетіңізге кіргеннен кейін услуги немесе қызметтер жоғарғы жақта көрініп тұрған батырманы бассаңыз, онлайн обучение, яғни онлайн түрде оқу деген бет ашылады. Үстінен басып кіресіз. Сізде осы страница ашылады. Курстардың тақырыбы туралы берілген. Посмотреть курсы батырмасын бассаңыз, сізде еңбек.kz сайтында ақылы және ақысыз түрде оқытылып жатқан курстардың тізімі шығады. Өзіңізге қажеттісі бесплатный, яғни ақысыз тегін оқылатын курс керек болса, ақысыз батырмасын басасыз. Сізде тізім шығады. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, ауыл шаруашылық, бақша дақылдарын егу, түрлі өсімдіктер, көкөністер, мал шаруашылығына қатысты түрлі сертификаттар алатын тегін курстар тізімі берілген. Бұл жерде маған ұнап тұрған курс копирайтинг, яғни SMM мамандарына маркетинг саласы. Қазір интернет өте қатты дамыған уақытта бұл таптырмайтын курс, сондықтан да мен осы курсты оқуды таңдаймын. Сіз үстін бассаңыз, міндетті түрде бұл курста не оқитындығыңыз, курстан қалай сертификат алатындығыңыз, қанша уақытқа созылғандығы, қанша тақырып берілгендігі және ол тақырыптар нені қамтитындығы және бұл курсты оқығаннан кейін қай салада сіз өзіңізге пайдалана алатындығыңыз туралы толық бағдарламасы, толық ақпараты, мәліметі берілген. Программа курсы, яғни курс бағдарламасы деген жерде әр сабақтың уақыты 10 минуттан берілген өтілетін. Сіз видео инструкция, яғни видео сабақты көресіз. Әр сабақтың астында сіз көрген видеоға сәйкес тапсырмасы тұрады. Сабақты көресіз, тапсырмасын орындайсыз. Сабақты көресіз, каждый бөлімнің өзінің тапсырмасын орындап отырасыз. Сол кезде сізге ең соңында балдық шкалаға сәйкес сертификат беріледі. Және бұл курс туралы осы уақытқа дейін оқыған кісілердің отзывтарын, яғни пікірлерін біліп алсаңыз да болады. Оның барлығы осы курстың үстін басып таңдаған жерде көрсетіліп тұр. Еңбек.kz сайтына сіз тіркелетін кезде электронды почта немесе кез келген әлеуметтік желідегі жеке кабинетіңіз арқылы кіре аласыз. Және кабинет, яғни сіздің жеке кабинетіңіз парақшаның жоғарғы бетінде тұрады. Бұл жерде таңдайсыз, кірдіңіз жеке кабинетіңізге, осы курсты өтемін деп өзіңіз таңдап басасыз. Үстінен жеке кабинетіңізден бағдарламасымен таныстыңыз. Бағдарламаның әрбір шагын орындап, тапсырмасын орындағаннан кейін сіздің жеке кабинетіңізде сертификат сол жерге загрузка болады, яғни жүктеледі. Ол жерден өзіңіздің сертификатыңызды алып, бір жерге жұмысқа баратын кезде немесе өзіңіздің біліктілігіңізді растайтын болсаңыз, ол сертификатты пайдалана берсеңіз болады. Жеке кабинетіңізге кіргеннен кейін модульді, бірінші модуль кіріспе кезеңін таңдайсыз. Одан кейін тақырыптың үстінен бассаңыз, сізде видео инструкция, яғни видео сабақ көрінеді. YouTube желісіндегідей батырманы басасыз. Әрбір видеоның ұзақтығы 10 минутқа дейін. Тақырыпты таңдадыңыз. Видеоны көресіз. Бұл курстың тақырыбын кеңінен ашатындай мәліметтер берілген. Сабақты көріп болғаннан кейін видео инструкциядан завершить урок и пройти к следующий урок деген батырманы бассаңыз, сізді келесі бірінші тақырыптан кейінгі келесі тақырыпқа қарай автоматты түрде сайт өзі жібереді.